Құрметті қатындар мен мырзалар, сендермен бірге Тескөке. Бүгін біз сиқырлы шайқас анимасының 4-ші бөлімін көреміз. Мықты комментарийлер видеоға шығып жүр. Дәстүріміз бойынша ұрттарыңа қыртылақтырыңдар. Сонымен, Саторуға аспаннан бір көзді жын Джого құлайды. Ол қарғыс атқан күштерді пайдаланып, жол бойындағы қабырғаға жанартау сияқты нәрсені қояды. Ол Саторуға атылады. Жын оңай жеңіске қуанады, бірақ түтін мен жалын арасынан Годзё пайда болады. Ол жынның өте жақсы сөйлей алатынына таң қалды. Жын дәу масаларды шығарып жатқанда Сатору саусақтарын қытырлатады. Ұстаз саусақтарының бір қимылымен оларды тоқтатады. Ашуланған жын оны өрте жібермек болып, қарсыласын өлтірдім деп тағы қателеседі. Сатору жынның қатты сасық екенін айтып, оған прикол ұстайды. Ұстаз оның денесін қоршап тұрған сиқырлы бостықтың қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Жын тіпті Саторуға тие алмайды. Ұстаз өзі жынның қолынан ұстап, бірден оның боққарынан бір ұрады. Джого жай адамда мұндай күш қайдан деп көзі банкі боп ауырғаннан айғайлайды. Сатору оны иттей сабап тастайды. Ол саусағын көтеріп, инверсияның қызыл энергиясын шақырады. Соққыдан жын орманға ашып, жол бойындағы ағаштарға соғылады. Ол қашуға тырысады, бірақ Сатору оны оңай қуып жетеді. Көтіне тебуден жын көлге ұшады. Джого Гетоның Сатору Годзё сияқтыларды өлтіру қиын деген сөздерін есіне алады. Сол уақытта ұстаз Юдзи Итадориді киімінен ұстап көлге ұшып келеді. Сатору Юдзидің жаттығулары қалай болып жатқанын тексеруге барады. Ол тез жақсы нәтижелерге қол жеткізеді. Тіпті күтпеген сәттерде энергияны басқарады. Ұстаз балаға тағы бір сабақ ұсынады. Территорияны кеңейту сиқырлы әдісі. Джого баладан 200-ге арналған ыдысты таниды. Ал Юдзи Сатору қалай оны 1-2 секундта көлге апарғанына таң қалды. Жын Итадори Гетоға Сукунаны өз жағына шығарып алу үшін тірде керек екенін түсінеді. Сатору жынды әлсіз мешок деп мазақтайды. Ашудан Джогоның басы мен құлақтарынан от шығады. Сатору Юдзиге қорықпауды бұйырады, ал Джого территорияны кеңейту әдісін қолданады. Сатору мен Юдзидің айналасындағылардың бәрі Болат таудың табыты деп аталатын параллель әлемге тап болғандай қараңғылықпен жабылады. Сатору Итадориге баланың мұндай нәрсені түзеу колониясында үйренгенін түсіндіреді. Мұндай қарғыс оны жасаған адамға өзінің техникасы мен сиқырын жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар өзінің кеңейтілген аумағында бола отырып, сиқыршы немесе жын ешқашан шабуылдардан мүлт кетпейді. Сатору сабақты жалғастырады. Басқа біреудің иелігінде болған кезде сиқыршы қарсы әдісті қолдануы керек, немесе кеңейтілген аумақтың сыртына қашуға тырысуы керек. Джого таңғалды, өйткені ол Саторумен күресу кезінде күштерінің айырмашылығын сезінді. Ұстаз Юдзиге біреудің кеңейтілген аумағындағы ең жақсы шешім өзіңнің кеңейтілген аумағыңды жасау екенін айтады. Бұл жағдайда техникасы мен сиқыры күштірегі жеңеді. Жын шабуыл жасайды, ал Сатору көзін байлап тұрған нәрсесін шешеді. Ол шексіз бостық техникасын қолданады. Үшеуі де ғарышқа ұқсас гиперкеңістіктің ішінде тап болады. Жын не болып жатқанын түсінбейді, және өзінің әлсіздігін ғана сезінеді. Сатору оның басына ұстап алып, тебірентетін бірдеңе айтып, оны жұлып алады. Олар шынайы әлемге қайта оралады. Сатору жынның кімге жұмыс істеп жатқанын білу үшін бастан жауап алады. Юдзи ұстазға таң қалды. Гето мен Ханами шеттен қарап тұр. Гето кетуді шешеді, ал Ханами Джогоны құтқаруға атылады. Сатору аяғымен жынның басын басады, бірақ ол арпылдап мойындағысы келмейді. Кенеттен олардың алдынан гүлдер өсіп шығады. Сатору мен Юдзидің көңілдері ауып кетті. Осы кезде Ханами Джогоның басынан ұстап жүгіреді. Сатору Юдзиді ұстап алған жын ағашты өлтіреді. Ұстаз жаңа жынның фишкасын байқайды. Ол өзінің барын жасыра алады. Сатору Юдзидің осындай жындарды өлтіруді үйренгенін қалайтынын түсіндіреді. Сондықтан ол баланы жаттығуын жалғастыруға шақырады. Ұстаз уже жаттығу жоспарын жазып дайындайды. Директор Киотакаға Саторуды трассада қалдырып кеткен үшін айжет етеді. Гето панаға қайтады. Пәтер есігінің артында оның кеңейтілген аумағы әдемі жағажай орналасқан. Махито қолшатырдың астындағы шезлонгта жатып, Гетодан жындар туралы сұрайды. Есік ашылып, Джогоның басымен жағажайда Ханами пайда болады. Гето жынды мазақтап, Сатору Годзёны бір болып жеңуге болатынын, оны 31-ші қазанда жасауға болатынын түсіндіреді. Махито Гетоның жоспарын мақұлдайды. Токио сиқыр техникумында Нобара мен Мегуми автоматтан сусын сатып алады. 3-ші курс студенттері Маки, Панда және Тоги Киото сиқыр техникумының директорының келуін айтып жатыр.
Панда достарына мұғалім Сатору бірінші курс студенттерін колонияға қауіпті миссияға жібергені үшін колледж басшылығына ашулы екенін айтады. Бұл шешімге киотолық директордың қатысы бар, және олардың мақсаты Юдзиден құтылу болған деп болжанады. Киотода Макидің Май есімді егізі әпкесі оқиды. Киотоның студенттері Тодо мен Май Мегуми мен Нобараның алдынан шығады. Олар курстастарының қайтыс болуына байланысты көңіл айтады. Бірақ сөздерінде мысқыл мен дұшпандық көрініп тұр. Май Юдзидің өлгеніне қуанышын жасырмайды, өйткені ол тек жартылай адам болып саналды және сиқыршы атағына лайық емес еді. Тодоға қызық боп тұр. Жаңа студенттер токиолық Юта Окотсу сияқты мықты ма? Ол Мегумиді арандатып, оны ұрып соқпақшы. Мегуми жайлап темадан сырғып кетуге тырысады. Тодо әйелдер туралы, олардың көттері қандай болуы керек, сондай әңгіме айтуда. Оның ойынша баланың әйелге деген талғамы ол туралы көп нәрсе айта алады. Мегуми төбелескісі келмейді, бірақ қыздың қағидалары жай көтке қарағанда маңыздырақ деп жауап береді. Май мен Нобараға оның жауабы ұнайды. Тодо алға ұмтылып, Мегумиді ұрып, оны аулаға ұшырып жібереді. Май Нобараны ұстап тұрып, оған тапанша кезейді. Тодо жылап жатыр. Ол баланың соншалықты қызықсыз болып шыққанына көңілі қалды. Мегуми Киотода гет ұйымдастырған жындардың сұмдық шабуылдары туралы әңгімелерді есіне алады. Қауіптіліктің бірінші деңгейіндегі 5 қарғыс атқан жынды жалғыз өзі өлтірген сиқыршы туралы қауесеттер тарады. Бұл әңгімелердегі дәл сол Тодо ма? Тодо арнайы деңгейден төмен жындарды өлтіру үшін сиқырлы әдістерді қолданбайтынын айтып мақтанады. Мегуми джутсу жасап, бірнеше қанатты бақаларды шақырады. Тодо оларды шашып, баланы черессе балақтырады. Мегуми Тодоның жақын төбелестің мастер екенін түсініп, соққыдан кейін соққы алады. Мегумидің басынан ұстап, оны ғимараттың ағаш колоннасына қадайды. Тодо секіріп, баланың денесімен ғимаратты тесіп шығарады. Бақалар тілдерімен Тодоны байлайды, бірақ ол босап шығып кетеді. Сонда 3-ші курс студенттері пайда болады. Тоги қатып қал сөзін айтып, Тогоны тоқтатады, ал Панда оған мощный шапалақ береді. Тодо студент алмасу бағдарламасының басталуын күтеді, бірақ Панда оны қуып жібереді. Май соққыға жығылған Нобараға тапанша кезейді. Оны Маки тоқтатады. Апалы сіңлілер жаман сөздермен алмасады. Нобара Майды артынан ұстап алып, оның жыртылған киіміне айырбас ретінде оған киімін беруін талап етеді. Оларды Тодо ажыратады. Ол Токиодан келген атақты қызды көруге асығып, Майдың соңынан еруін талап етеді. Нобара олардың артынан бірдеңе деп айғайлайды, бірақ Маки мұны маңызды емес деп санайды. Нобара Макиден Майдың сөздері туралы сұрайды. Ол Маки Юдзи сияқты қарғысқа ұшыраған күшті пайдалана алмайтынын мойындайды, бірақ ол техниканы меңгерген, сондықтан ол уже сиқыры бар қаруды қолданады. Ал оның әпкесі Май, керісінше, қарғыс атқан күшке ие, бірақ техникасы жоқ. Нобара Макиді құрметтей бастайды. Сатору оны күтіп отпаған. Киото сиқыр техникумының директоры Йошинобумен кездесуге келеді. Директор Масамичи директормен кездесуді күтіп отқан. Бірақ Сатору оның расписаниясындағы жазбаларды ауыстырып қойды. Годзю бірден Йошинобуды Юдзиді өлтіруге қатысы бар деп айыптайды. Шал жас мұғалімнің дөрекі қылығына ашулы, ал оның көмекшісі Саторуға сынды. Оған шабуыл жасаған жын еркін сөйлей алатындықтан, бұл оның адамдар арасында одақтастары бар екенін білдіреді. Саторудың ойынша Йошинобу және оған ұқсас басқалар ұстанатын ескі әдістер мен дәстүрлерді жындардың өздерінің зорлық-зомбылық толқыны жойып жібереді. Годзюның өзі инновациялар мен жаңа әдістер жақ. Өйткені қарғыс атқан жындар дамып жатыр. Шал оған ескерту жасайды, бірақ Сатору кетіп қалады. Йошинобу 2-ші курс студенті Мива есімді көмекшісінен шай-пай құрта келуін сұрайды. Тодо Такада есімді поп жұлдыз қыздың қолын қысып, оған ғашық көздерімен қарайды. Бір айдан кейін Кавасаки кинотеатрларының бірінде 3 жас адамның өлігі табылды. Олардың барлығы бас сүйектерінің қатты деформациясынан өлген. Махита кинотеатрдан кетеді. Оны қарғыстың күшін жақсы көретін бір боқмұрын қуып жетеді. Көп ұзамай қылмыс орнына Юдзи мен Кенто Нанами есімді мужик келеді. Мива Саторумен селфи жасап, риза боп жүгіріп кетеді. Ол шалға шай әкелуді ұмытып кетеді. Солай достар, егер сендерге біздің видеоларымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңдар. Қазақша контентті қолдаңдар. Көргендеріңе рахмет.